Ассалаумағалейкум ағайын, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздерге осы сезонда шыққан балапандардың итогын көрсетеміз. Бізде енді үлкен инкубатор алдық осы жылы, білесіздер. Балапандар шығып, кішкене уже қолымызды әбден үйретіп алдық не істегенге, жаңағындай балапан шығарғанға. Енді біраз балапан шықты, жұмыртқалар бұрынғымен салыстырғанда кішкене аз. Екі балапан кеуіп жатыр, сонымен инкубаторды өшіреміз. Бүгін 22-ші күн басталады. Соңғы балапандар былайдан көбі 20-ші күннен 21-ші күнге қарағанда түнгісін шықты. Основной. Біз әрдайым жазып отырамыз, қанша балапан шықты, қай уақытта шықты. Итог келтіру үшін әлі итог келген жоқ. Сонымен біліп отырамыз, қанша процент шыққан, қанша не аплод, соның бәрі. Енді бізде мына жерде тауықтар бәрі жақсы, таза тауықтар сатып жатырмыз гарантиямен. Бұл жерде енді Талдықорғанға кетеді, құдай қаласа. Өте активный, шустрый, шыққандарына 1-2 күн. Мына жерде де тауықтар 15 қоразбен 170 тауық заказ берді. Енді тауықтарға қымбатырақ сұрадық ол кезде, өйткені қораздар бізде қалып қояды. Қораздар 2-3 теңгеден сатылғаннан кейін бізге еш пайда қалмай қалады. Сол себептен біз тауықтарды 1300-ден сатамыз. Бірақ та оптым 170 тауық болғаннан кейін 1200-ден бердік. Қораздарды қасына тегін қосып бердік. 15 қораз енді көп емес қой. Қалған қораздарды 2-3 теңгеден сатамыз. Бізге былай есептесек, сол 700 теңгеден шығады. Негізі 700 теңгеден сатамыз, қалай шығады солай сатамыз. Бүгін мысалы есептесек 176 тауық, 200 қораз шыққан. Енді бір орыннан бәрін алып кетем десе, сол баға шығады ғой бізге. Міне, мына жерде австралиялықтар бар, бір 10 жұмыртқасын саласаған болатынбыз, таныс кісіден алып. 7 балапан шықты, Аллаға шүкір. Қалғандары заказбен бөліп қойдық. Мұнда бір заказ, мұнда бір заказ, астында бір заказ, үстіңгі екеу бір заказ осылайынан. Енді инкубатор, Ерлан ағаның инкубатор балапан жақсы, көңілімізден шықты. Бушный алсақ та шығару проценті енді жаман емес, жақсы. Қазіргі уақытта көп тоқ жемейді. Қазір мынау влажностьтың несі қосылып тұр, вентиляторы 70-ге жеткен кезде өшеді. Қыс уақытында енді жарық көп кетті бізде, ай сайын 20 000 теңгеден кетіп отты. Бірақ та біз қаңтар айынан бастап осындай уже 400 балапаннан шығара бастадық. Оған дейін де шықты, 100-150 балапаннан заказбен шығардық. Одан кейін уже қаңтар айынан бастап қорықпай 400-400-ден шығардық. Көріп тұрсаңыздар, бәрі Аллаға шүкір өтіп жатыр. Келесі жылы құдай қаласа, мүмкіндік болса әрине тағы да шығару керек. Енді бұл инкубатордан бөлек тағы мына инкубаторлар жұмыс жасады. Осы инкубатор бар, бұлардан да біраз балапан шығардық. Өткенде Россиядан келген жұмыртқаларды осыларға салып шығарған болатынбыз. Бүгін енді подвайт етіп қалды. Көз тиді ма, сөз тиді ма білмеймін. Что-то терморегулятор келсем қосылып тұр, бірақ та лампочка қоспай қалыпты. Сонымен жұмыртқалар кішкене суып, осы жерде біраз жұмыртқа шығын болып қалды. Ашығын айта берейік. Бұл жерде енді өзім жасаған инкубатор, бәріне гарантия беремін деп айтам. Бірақ та гарантия бермейтін осы китайский терморегулятор. Соған бола мен заказбен сатпайтын болдым. А то бағасын арзанырақ қойып, заказға жасап, бастапқыда сатқан болатын. Сол терморегулятордан кейін уже сатуды қойдық. Енді өзімізге алып қойған, тұқымдыққа алып қойған балапандарды көрсетейін. Олар сыртта тұр бізде. Тұқымдыққа міне осы жерде тұр. Өткен жылғы да алып қойған болатын. Бұларға уже бүгін 25 күн болды ма? Қателеспесем. 25-26 күн болыпты. Бұлар енді бізде 60 шақты тауық алып қалдық. Тұқымдыққа 400 балапан ішінен таңдап алдық. Мықты әдемілерін өзімізге линиямен тұр. Енді қазір жерге жібермедік. Аяқтарына сақина таққаннан кейін, кеше тақып көрдім. Анада түспепті, қалғанын көбісінде түсіп қалған. Астында таңертең теріп алдым. Ана жерде тағы бір жатыр. 20 сақинадан осындай 5 түс бар. Соларды тағып шығамыз. Осы үшінші линия көп болғаннан кейін қызыл мен жасыл тағайын дедім. Мұнда бірінші линия Наполеонның қанынан, мұнда екінші линия. Екінші линия көп тауықтар светлыйға алып қалдым. Және қораздар басқағаннан.
Мында бізде тұқымдыққа өсіп жатқан басқа линиядан қораз. Бұлынан да таңдап аламыз құдай қаласа. Бұлар уже жайылып жүр. Емін еркін. Аяқтарында жаңа сақиналары, қызыл сақиналары бар. Енді Россиядан жұмыртқалай келген балапандарды бір көрсете кетпесем болмас. Бұларға 2 апта болып қалды. Далада күннің көзінде шөпте жайылып жүр. Вакцина бәріне жасалды, пропойка жасалды, витамин. Негізінде табиғи витамин болған дұрыс, осындай күннен, шөптен, табиғаттан алатын витаминдар өте жақсы. Не болса айналып жатып, мысалы күннен D витамин алады. Кеше расклев басталды, менде де болады, ондай брудерда қалып болған. Брудер жылып кеткен, көп балапан шыққан кезде. Содан бірін-бірі шоқ бастапты, бірден даладағы сеткаға шығардым. Енді бүгін мүмкіндік болғаннан кейін жерге жіберіп қойдым, күн жылы болып тұр. Кеше кішкене салқын болғаннан кейін далаға шығармаған болатын. Аллаға шүкір, бұлар да нормально шықты. 38-і шықты, 50 жұмыртқадан 38-ден. Енді жолда шайқалып келуі бар, неоплодтар бар. Өзімізге бір 29-дай таңдап алып қалдық. Тауықтарға қарағанда қораздар кішкене көп. Енді өзімізге құдай қаласа өсіріп көреміз. Украинский линия. Осымен бейнеролик аяқталды. Сау саламат болыңыздар. Комментарияға сұрақтарыңыз болса, жазып кетерсеңіздер болады. Жауабын құдай қаласа беріп отырамыз.